Бүгін біздер жай теңдеуді шығаратын боламыз. X пен 9-дың қосындысы 18-ге тең деген бұл жерде жай теңдеу, қарапайым теңдеу. Енді оны қалай шығарамыз? Бірінші белгісіз бұл жерде X. X-ті жазып қоямыз. X тең болады. Мына жерде қосу амалы болғандықтан біздер азайту амалын пайдаланып көреміз. Есепті шығармастан бұрын ойланамыз. X-тің орнына қандай сан қойғанда 18 шығады. Бұл жерде 18-ден 9-ды азайтамыз. Қайтып X тең 18-ден 9 азайтқанда 9 болады. Астын сызамыз. Және де теңдеудің астыңғы бөлігін жазу үшін біздер берілгеніне қараймыз. X-тің орнына 9-ды қоямыз. Яғни X-тің мәні бұл жерде 9-ға тең болды. 9 қосу 9 тең болады 18. Енді тексереміз. 9-ға 9-ды қоссақ 18 болады, тең болады 18. Бұл жерде біздің теңдеуіміз дұрыс дегенді білдіреді. Енді азайту амалына теңдеу шығарып көрейік. Мысалға 18 азайту X тең болады 9. Бұл жердегі X-ті бірінші жазып қоямыз. X тең болады. Мына жердегі санды тауып алуымыз керек. 18 азайту 9 X тең болады. 18-ден 9 азайтсақ біздерде 9 қалады. Астын сызамыз. Астыңғы бөлігін жазу үшін берілгеніне қараймыз. 18 азайту 9 тең болады 9. Тексереміз. 18-ден 9 азайтсақ 9 қалады, тең болады 9. Біздің теңдеуіміз дұрыс шығарылды.